типтері тақырыбы бойынша сабағымды ұсынып отырмын. Сабағымның мақсаты химия реакцияларға қатысатын және түзілетін заттардың саны мен құрамын жіктеу. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you? We are fine, thank you, and you? I am fine. Are you in a good mood today? Yes. Good mood today? Yes. Let's begin our lesson. The first we game playing 7 fact. What do you see in this slide? What do you think? I see a big circle. Yes. What is the formula? Gulnaz? The formula determining electrons of the natural label. Yes, very good. What are the SPGF? What are the SPGF? Daniel? We know that it's 4 types of orbitals. Yes. S? S, P, D, F. Yes, very good. What are the scientists? Mendeleev discovered a periodic system. Yes, very good. Lomonosov, Erkeblan. Ломоносов зат сақталу массасының заңын ашқан сол. Joseph Louis Proust. Yes. Proust discovered the law of composition. What does number 200 mean? What does number? What does number? Ilyas. This year we celebrate 200 of Kızılorda. Our Kızılorda. Yes, very good. What is it? What is it? Sitora. It's a chemical reaction. Yes, very good. Ал балалар, біз өткен сабағымызды қайталадық. Енді біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз химиялық реакцияның типтері. Бұл сабағымыздың оқу мақсаты химиялық реакцияларды әрекеттесуші және түзілген заттардың саны мен құрамы арқылы жіктеу деген мақсат. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, сабағымыздың тақырыбын жазып. Балалар, біз сабақты бірден бастап кетпес бұрын, бірінші бейнетаспаны тыңдаймыз, көреміз, естиміз, ойымызбен өтілген тақырыппен қандай байланысы бар, және сен үшін ол қай жері қызық, сен үшін ол жердің тапсырмалары, ол жерде өтілетін бейнетаспадағы болатын нәрселердің бұрын сен көрдің ба, және реакцияның типтері туралы не айтылды, осыны тыңдаймыз, көреміз, ойымыздан өткіземіз. Бірінші осы. First type of chemical reaction. Diatomic molecules are X reaction is a single reactants are now 2 compounds. Ал балалар, бұл видеодан не түсіндік? Не көрдік? Химия типтері және 4 типі бар екенін көрдік. Жақсы, өте жақсы. Яғни біз қарапайым 4 типін бүгін өтеміз, балалар. Қосылу реакциясы, орын басу реакциясы, алмасу реакциясы және айырылу реакциясы. Ал жану реакциясы мен қышқыл негіз арасындағы жүретін реакцияны әрі қарай 8-ші сыныптың аяғында өте береміз. Бүгін бізге осы қарапайым 4 типі берілген. Енді балалар, тақтаға қараймыз. Бүгінгі тақырыпқа сай термин сөздер беріп тұр. Қазақшасы және ағылшынша тілінде. Бірінші қосылу реакциясы, екіншісі айырылу реакциясы, үшіншісі орын басу, төртіншісі алмасу, жану және қышқыл негіз реакциясы. Кім? Жансая оқи ғой. Қосылу реакциясы combination reaction, айырылу реакциясы decombination reaction, composition reaction, орын басу реакциясы single displacement reaction, алмасу реакциясы double displacement reaction, жану combustion reaction, қышқыл негіз реакциясы acid base reaction. Very good. Combination reaction. Decomposition reaction. Single displacement reaction. Double displacement reaction. Combustion reaction. Acid base reaction. Өте жақсы балалар, бүгінгі жаңа сөздеріміз осы сөздерге байланысты. Алдағы жұмыстарымызда ішінде осы сөздер кездеседі.
Жаттай аламыз ғой? Иә. Жақсы. Келесі жұмысымызға көшейік. Балалар, ендігі жұмысымыз біздің топтық жұмыс. Топтық жұмыстың бүгінгі стратегиямыз жүзім ағашының 6 жемісі стратегиясы. Бұл стратегия 6 бөліктен тұр. Бірінші мақсаты, екінші қиындықтар, үшінші шешу жолдары, келесі дәлелдер, одан кейінгі үйрендім, ең соңғысы бағалау деген графа. Балалар, сендерге мен әр топқа жеке-жеке парақ тараттым. Сол парақта мақсаттарын жазылған. Әр топтың өзінің мақсаты бар. Бірінші топқа қосылу, екінші топқа орын басу, үшінші топқа алмасу, төртінші топқа айырылу деген сияқты мақсатта. Осы мақсатты пайдалана отырып, кітаптағы өзіңнің тақырыбыңа сай жерді оқып, топпен дәлелдеп, мына кестені толтырамыз. Түсінікті ғой? Енді бұл жерде бағалау деген графаны алып қаламыз. Себебі топ бірін-бірі мына критерий арқылы, мына дескриптор арқылы бағаланады. Әр парақта критерий мен дескриптор жазылған. Түсінікті ғой? Бұл бағалау парақшасын толтырмаймыз, келесі 5 ұяшықты толтырамыз. Түсінікті ме, балалар? Жақсы, жұмысты бастаймыз. Ал оқушылар, сіздерге берген уақыт аяқталды. Әр топ өзінің жұмысын тақтаға келіп қорғайды. Әр топтан өкіл келе қойыңыз. Бірінші топтан Жансая. Бізде мақсат орынбасу реакциясы, яғни бізге берілген реакция цинк плюс 2H хлор, тең цинк хлордың 2 молекуласы плюс сутектің 2 молекуласы. Қиындықтар бізде ешқандай қиындық болған жоқ. Шешу жолдары. Біздің реакциямызда сутектің орнын мырыш басып, орынбасу реакциясы орындалды. Дәлелдер. Орынбасу реакциясы жай және күрделі зат арасында жүреді. Жай зат күрделі заттың құрамындағы бір элемент атомның орнын басады. Үйрендім. Біз видео көру арқылы химиялық реакциялардың қарапайым 4 типімен таныстық. Оларды ажыратып алуды үйрендік. Жақсы, балалар, орынбасу реакциясы берілген екен бұл топқа. Енді басында бізде Жансая былай деп айтты. 2 молекула деп бірінші реакцияны айтып алуымыз керек. Мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде мырыш хлориді мен сутек газы бөлінді деп айтамыз. Түсінікті ғой? Сосын барып біз реакцияны теңестіреміз. Реакцияның алдына қойылатын санды не деп айтамыз? Коэффициент деп айтамыз. 2 коэффициент бар тұз қышқылы деп айтамыз. Жақсы. Енді осы топ мына жасалған жұмысын дәлелдеу мақсатында осы топтың мүшесі бізде Ильяс өзінің тәжірибесін жасап көрсетейін деп тұр. Тұз қышқылын сынауыққа құйдым. Қасықшамен мырыш ұнтағын саламыз. Сутек газы бөлінді. Осы реакцияда орынбасу реакциясы өтіп жатыр. Жаңағы Ильястың көрсеткен тәжірибесі бойынша біз реакция формуласын жазамыз. Бұл орынбасу реакциясы. Жақсы, отырауы Жансая өте дұрыс. Бүгінгі біздің мақсатымыз алмасу реакциясы. Шешу жолдары. Алмасу реакциясы күрделі заттар өзара әрекеттесіп, құрам бөліктерін алмастыра жүретін реакция. Дәлелдер. Бүгін тәжірибе арқылы біз дәлелдейміз. Бізге берілген реакция 2 натрий OH плюс купрум хлор 2, купрум OH2 плюс натрий хлор. Яғни біз бүгін үйрендік. Біз бүгін реакцияның типтерін үйрендік, реакция 6-ға бөлінеді үйрендік. Яғни ояқта қосылу, айырылу, орынбасу, алмасу, жану және қышқылдық реакция екенін. Жақсы. Балалар, бұл топта алмасу реакциясы берілген екен. Алмасу реакциясы 2 күрделі заттың арасында жүреді. Бұларға тәжірибе ретінде мен мыс хлорид мен күйдіргіш натрий немесе натрий гидроксидінің ерітіндісі беріп тұр. Сол 2 ерітіндінің арасындағы жүретін өзгерісті біз байқаймыз қазір. Тәжірибесі арқылы бұлардың дәлелдемесін көреміз. Бұл топтан Жанел бізге өздерінің реакциясын дәлелдеу үшін келіп тұр екен. Кәнеке, Жанел, жұмысыңды жалғастыра ғой. Biz бұл жерде алмасу реакциясын істейтін боламыз. Алмасу реакциясына ең бірінші натрий гидроксидімен сынауыққа құямыз. Одан кейін мыстың купрум хлоридін сынауыққа құямыз.
Бізде осы кезде тұнба шықты. Бұны біз алмасу реакциясы. Алмасу реакциясы дегеніміз екі күрделі заттың құрам бөліктерінің бір-бірімен орын алмасуын айтамыз. Жарайды, жақсы. Жанелияның жасаған жұмысы бойынша реакция жазамыз. Енді реакцияны теңестіреміз. Дұрыс. Қандай реакцияның типі? Бұл алмасу реакциясы. Алмасу реакциясының типі. Теңдік белгісін қоямыз. Теңдік белгісін қоямыз. Және мына жақта бізде Көпір муашекі деген не екен? Тұнба. Қасына қоямыз, қасына. Көп түсті тұнба. Жақсы, жарайсың. Отыра қой. Бізге берілген мақсат айырылу реакциясы, яғни кальций карбонатынан түзілетін зат кальций О мен көмірқышқыл газы. Біздегі қиындықтар, біз басында бұл айырылу реакциясын кішкене түсіндіре білдік, ал видео көрген арқылы біз нақтырақ түсінікті болды. Шешу жолдары: кальций карбонаты күрделі зат, оны спиртшамен қыздырған кезде бізде екі зат бөлінеді. Ол кальций О мен көмірқышқыл газы. Біліңіздер, айырылу реакциясы нәтижесінде бір күрделі заттан бірнеше зат түзілуі керек. Біз осы кальций карбонатынан кальций О мен көмірқышқыл газын түзіліп алдық. Біздің үйренгеніміз, біз осы айырылу реакциясының қалай жүретінін білдік, және де видеомен мұғалімнің айтқан сөздерінен осы химиялық реакциялардың 4 қарапайым типі болатынын білдік. Өте жақсы, өте жақсы. Енді бізде осы айырылу реакциясын дәлелдеу мақсатында топтың мүшесі Азамат өзінің тәжірибесін көрсетейін деп тұрмыз. Азамат не істейік деп тұрмыз? Тегіл табақшаға әктасты салып, спирт шамға қыздырамыз. Ал енді Азаматтың жасаған тәжірибесін дәлелдеу мақсатында реакция жазамыз. Дұрыс. Кальций О плюс СО2 газы. Реакция өзара тең. Қандай реакцияның типі? Айырылу реакция. Айырылу реакциясының типі екен. Айырылу. Жақсы, отыра ғой. Балалар, келесі топтың соңғы топтың жұмысын тыңдайық. Бұл топқа біз қосылу реакциясын беріппіз, кәне тыңдаймыз. Біздегі мақсат бұл А плюс Б тең А яғни бұл қосылу реакциясы бірнеше жай немесе күрделі заттардан бір күрделі заттың түзілуі болып саналады. Қиындықтар. Бізде сабақ барысында кішкене қиындықтар болды, яғни бұл жерде бізде басында химиялық реакция типтерін білген жоқпыз. Ал біз шешу жолдары келетін болса, біз оны оқушылардың жасаған тәжірибелері арқылы біле аламыз. Дәлелдер, яғни бұл жерде біз темір ұнтағы мен күкірт ұнтағын қосып, темір сульфидін реакциясын түсетін болып саналады екенбіз. Ал енді үйрендік. Химиялық реакциялардың біз бұл сабақта алты типін білдік, оның ішінде төртеуін тереңірек үйрендік. Қосылу, яғни бұларға қосылу, айырылу, орын басу және де алмасу болып саналады. Өте жақсы. Біз текел ыдыс-шаға темір және күкірттің ұнтақтарын алып, қосу реакцияны дәлелдейміз. Бұл үшін біз спирт шамын жағамыз және қыздырамыз. Біз Дамираның жасаған тәжірибесін дәлелдеу үшін химиялық реакцияны жазамыз. Яғни бұлар өзара тең болып саналады, яғни біз теңдік белгісін қоса аламыз. Бұл қандай реакцияның типі? Бұл осы қосылу реакциясының типі болып саналады. Жақсы. Ал балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз химиялық реакцияның типтері болды. Яғни әр топ өзіне берілген тапсырманы орындап, тәжірибе арқылы дәлелдей алдыңдар. Яғни біздің бүгінгі өтілген тақырыбымызда қарапайым неше типін өттіміз? 4 типін өттіміз. Бірінші бізде айырылу реакциясы, яғни кальций карбонатын температураның қасында қыздыру арқылы кальций оксиді мен көмірқышқыл газын ыдырағанын көрдік. Екінші топ орын басу реакциясын жасадық. Тұз қышқылының үстіне мырыштың түйірін салу арқылы сутек газының бөлінгенін көрдік. Үшінші топ алмасу реакциясының тәжірибесін жасады, яғни натрий гидроксиді мен мыс хлоридінің ерітіндісін құйып көк түсті тұнба купрум гидроксидін тұнғанын көрдік. Төртінші реакция қосылу реакциясы, яғни темір ұнтағы мен күкірт ұнтағын тегел табақшаға салу арқылы, қыздыру арқылы темір сульфидінің түзілгенін көрдік. Яғни бұл қарапайым 4 типі екен. Енді балалар, осы алған топтық жұмыста жасаған білімдерімізді әрі қарай біз жұппен орындаймыз. Келесі тақырыма жұптық жұмыс. Ал балалар, енді біз топтық жұмысты бағалайық.
бағана жүзім ағашының 6 жемісі дегенде бағалау деген графа бар тілінде, критерийлер жазылып тұр, дескрипторлар жазылып тұр. Еркебұланның тобы Жансаяның тобын бағалайды, Жансаяның тобы Ситораның тобын бағалайды, Ситораның тобы анау Сымбаттың тобын бағалайды. Түсінікті ғой балалар? Бағалау критерийін пайдалана отырып, дескрипторлар арқылы бағалаймыз. Кәнекей, Еркебұланның тобы бағалауымызды оқи қойыңыз, Жансаяның тобын. Жансаяның тобы химиялық реакциялар түрлерін білді. Тәжірибе жасап үйренді. Олардың жұмыстары өте нақты және қызықты болды. Ситораның тобы химиялық реакциялар түрлерін біледі, тәжірибе жасап үйренді, химиялық реакциялардың типін ажырата білді, реакциялардың өзіне тән ережелерін түсінді, реакцияның жүру жолдарын біледі. Өте жақсы. Ситора Сымбаттың тобын бағалай ғой. Сымбаттың тобы химиялық реакциялардың түрлерін білді, тәжірибе жасап үйренді, реакция түрлерінің типін ажырата алды. Реакциялардың өзіне тән ережелерін түсінді. Сымбаттың тобы Еркебұланның тобын бағалай ғой. Еркебұланның тобында химиялық реакциялардың қарапайым 4 түрін білетіні, және олар өзінің тәжірибелерін жақсы түсінікті жасады. Реакциялардың түрлерін, типтерін олар ажырата білді, және реакциялардың өзіне тән ережелерін біле отырып, өз тәжірибелерін жақсы аяқтады. Өте жақсы. Балалар, сіздердің қолдарыңызға парақшалар таратылды. Жұптық жұмыс 2 минут уақыт беріледі. Ішінде 5 тапсырма бар. 2 минуттан кейін жұптар сағат тілімен жұмыстарымызды алмастырамыз. Бір жұп келесі жұптың жұмысын бағалайды. Түсінікті ғой? Жақсы, уақыт кетті. Ал балалар, жұптық жұмысқа уақыт аяқталды. Енді әр жұп жұмыстарымызды қарама-қарсы отырған жұптарымызбен алмастырамыз. Бұл жерде балалар 5 тапсырма берілді. Әр тапсырмаға бір балл қойылады. Енді осыны тексеру мақсатында бәріміз тақтаға қарайық. Ал жұптар енді дұрыс жауапты тақтадан көріп тұрмыз. Осы тақтадағы мәліметті пайдалана отырып, балын қойып тексеріп шығайық. Балалар, енді бүгінгі тақырыпты қаншалықты жақсы меңгергендеріңді әрқайсысын жеке-жеке білу мақсатында біз топпен жұмыс жасадық, жұппен жұмыс жасадық. Барлық жұмыс өте жақсы нәтижеде келе жатыр. Енді сіздердің әрқайсыларының қаншалықты бүгінгі реакцияның типтерін білгендеріңді, меңгергендеріңді білу мақсатында мен қалыптастырушы бағалау аламын. Бұл жеке жұмыс. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды түйіндеу мақсатында, бекіту мақсатында, сіздердің қаншалықты не нәрсені түсінгендіктеріңіз мақсатында рефлексиялау, яғни reflection of the lesson. Are you understand? Yes. Green, no problems. All is clear. Yellow, I have some little problems. Red, I don't understand the task. I need one's help. Are you understand? Yes. The first group, Damira. I think in the future our group will be good at this too. So I think all of us understand this too. Yes. Your group not problem, yes? Yes. I choose yellow. I have some little problems because I worried about a reaction. We choose green color because we understand this task. Yes, ma'am. Well done. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Енді үй тапсырмасы сіздерге тақырыпты жақсылап оқимыз. В вариантының есептерін шығарамыз. Және үйде сіздер үй жағдайында жасалатын реакциялар туралы ізденіп келеміз. Түсінікті ғой? Жақсы, сау болыңдар. Goodbye, children. Goodbye,